2 ракат тахаджуд намазы. Ханафи мазхабы бойынша тахаджуд намазы ең азы 2 ракат, ең көбі 8 ракат болып оқылады. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын 11 ракағат етіп оқығаны айтылған. Яғни оның 8 ракағаты тахаджуд, 3 ракағаты үтір уәжіп намазы. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын парыз намаздардан соң ең абзал намаз түнгі намаз деген де хадистері бар. Тахаджуд намазы түн ортасында тұрып оқылатын нәпіл намаз болып есептелінеді. 2 ракағат тахаджуд намазы. Ең алдымен жүзімізді қыблаға қаратамыз. Содан соң ниет етеміз. Тахаджуд намазын оқуға ниет еттім деп іштей айтылады. Жүрекпен ниет ету парыз, тілмен айту мұстахаб болып есептелінеді. Намазды бастау. Әйел адам болса қолдарын көкірек тұсына дейін ғана көтеріп, Аллаху әкбар, Алла ең ұлы деген тәкбір айтады да қиямға тұрады. Саусақтарының ұшы иықтарына дейін жету керек. Қиям. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатармен келесі сүрелер, дұғалар оқылады. Субханака дұғасы. Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака смука ва та'аля джаддука ва ла илаха гайрук. Фатиха сүресі. Альхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир рахим малики яумиддин ияка набуду ва ияка настаин ихтина сиратал мустақим сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валаддалин. Амин. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Мысалы, Иқлас сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл хуаллахул ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Рукух. Қиямнан рукухке бара жатып Аллаху әкбар деп айтылады. Рукухте тұрғанда Субхана раббиал азим, ұлы жаратушы Раббымды бүкіл кемшіліктен пәктеймін деп 3 рет тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрып бара жатқанда айтады. Денесін туралағаннан кейін Раббана ва лакал хамд, бүкіл мақтау мадақ өзіңе лайық деп бір рет айтылады. Содан соң Аллаху әкбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, қол, маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, саусақтар құблаға бағытталады. Сәждеде Субхана раббиаля, жаратушы Раббымды бүкіл кемшіліктен пәктеймін деп 3 рет айтылады да Аллаху әкбар деп отырамыз. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Отырғанда Субханалла сөзі айтылғандай уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Содан соң Аллаху әкбар деп 2 рет сәждеге барады. Сәждеде Субхана раббиаля деп 3 рет, 5 рет немесе 7 рет айтуға болады. Содан соң орнымыздан тұрып, 2 рәкатты бастаймыз. 1 рәкат сияқты қиям, рукух, сәждеден тұрады. Қиямда оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Келесілерді оқимыз. Фатиха сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Ихтина сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валаддалин. Амин. Содан соң Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят оқуымыз керек. Мысалы, Кәусар сүресі. Инна a'тайнакал кәусар фасалли ли раббика ванхар инна шанияка хуал абтар. Рукух. Қиямнан рукухке бара жатып Аллаху әкбар деп айтылады. Содан соң рукухта Субхана раббиал азим деп 3 рет айтылуы тиіс. Рукухтен тұрып бара жатқанда Сами Аллаху лиман хамида деп айтып, денесін туралағаннан кейін Раббана ва лакал хамд деп айту қажет. Содан соң сәждеге барамыз. Аллаху әкбар деп сәждеге баруымыз керек. Субхана раббиаля деп сәждеде тұрғанда 3 рет, 5 рет, 7 рет айтуымыз керек. Аллаху әкбар деп басын көтеріп, 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап отырамыз. Одан кейін 2 рет сәждеге барамыз.
Сәждеде субхана рабби а'ля деп 3 рет айтып, ташаххуд отырысына отырамыз. Екі қолымызды санымыздың үстіне қойып, ең бірінші ат-тахият дұғасын оқимыз. Ат-тахияту лиллахи уассалауату уат-таййибат. Ассаламу алейка аюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва а'ля али бадилла иссалихин. Ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Содан соң салауат дұғасы оқылады. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама салайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Раббана атина дұғасы. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Содан соң сәлем беру ассаляму алейкум рахматуллах деп оң иығымызға, содан соң ассаляму алейкум рахматуллах деп сол иығымызға қарап сәлем береміз. Қолымызды жайып Аллахумма саламу ва минкассалам табаракта я зәл джалали вал икрам деп айтып, әмин деп бетімізді сипап намазды аяқтаймыз.